Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 4-ші сынып 64-ші сабақты өтеміз. Өнімділік, бірлескен жұмыс тақырыбы. Бірінші тапсырма кәсіби мереке демалыс күні болып есептелмейді, бірақ достарыңды, таныстарың мен туыстарыңды құттықтауға болады. Шамалардың бірдей мәнін тап, сонда сен мына мамандық иелерінің өз мерекелерін қай күні атап өтетіндіктерін білетін боласың. Енді бірінші бізде 6 минут 25 секунд. Бұл жерде 1 минутта 60 секунд бар. Енді секундқа айналдыратын болсақ, 6-ны 60-ға көбейтеміз, 360-ға тең, оған 25-ті қосақ, 385-ке тең болады. Енді сәйкесінше 385-ті таңдаймыз. Ол бізде тамыздың соңғы жексенбісі, яғни кеншілер күніне сәйкес келіп тұр. Келесі 13 сағат 20 минут, 1 сағатта 60 минут бар. Енді сағатта минутқа айналдырамыз, 13-ті 60-ға көбейтеміз, шыққан мәнге 20-ны қосатын болсақ, 800 минутқа тең болады. Демек ол бізде полиция күні, 23 маусым полиция күніне сәйкес келеді. Келесі қазанның алғашқы жексенбісін есептейміз, 10 минут 7 секунд, 1 минутта 60 секунд бар, 10-ды 60-ға көбейтсек 600-ге тең, 7-ні қосамыз 607 секундқа тең болады. Яғни қазанның алғашқы жексенбісі мұғалімдер күніне сәйкес келіп тұр. Келесі сәуірдің алғашқы жексенбісі 7 тәулік 1 сағат. 1 тәулікте 24 сағат бар, 7-ні 24-ке көбейтеміз, оған 1-ді қоссақ 169 сағатқа тең болады. Демек бұл геологтар күні. Енді келесі тапсырма есепті шығару жоспарын құрастыр, оны шығар. 2 баспахана 1200 кітап басып шығаруы қажет. Бірінші баспахана барлық кітапты 6 күнде, ал екіншісі 12 күнде басып шығарады. 2 баспахана бірлесіп жұмыс істегенде осы кітаптарды қанша күнде басып шығарады? Есепті шығару жоспары. Енді бұл жерде бірінші баспахананың өнімділігі қандай деп тұр. Яғни бізде жұмыс белгілі 1200 кітап. Бірінші күні 6 күн, екінші баспахана 12 күнде. Енді олардың өнімділіктерін табамыз, яғни өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Сонда 1200-ді 6-ға бөлеміз, бұл бізде бірінші баспахана, сонда 200 кітап күніне, яғни бір күнде 200 кітап шығарады бірінші баспахана. Енді екінші баспахананы табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз, сонда 100 кітап күніне шығарады. Бір күнде 100 кітап шығарып отырады екінші баспахана. Енді екеуі бірге жұмыс істегенде, яғни қосылып жұмыс істегенде, бірінші және екінші баспаханаларды қосамыз, 300 кітап күніне басып шығарады. Енді уақытты табамыз осы арқылы, бірлесіп жұмыс істегеннің уақытын. Ол үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. Сонда 1200-ді 300-ге бөлетін болсақ, 4 күнде басып шығарады. Демек, бірінші баспахана 200 кітап күніне шығарады, екінші баспахана 300 кітапты күніне шығарады. Егер біргелесіп істейтін болса, олар 300 кітапты бір күнде 300 кітап шығарады және 4 күнде шығарады. Енді есіңде сақта, бірлескен өнімділікті табу үшін екеуінің еңбек өнімділіктерін қосу қажет. Яғни жаңа айттық, бірінші баспахана, екінші баспахана деп, біргелесіп жұмыс істегенде екеуінің өнімділіктері қосылады. Енді бірлесіп еңбек еткен екі қатысушының жұмыс уақытын білу үшін орындалған жұмыс көлемін бірлескен өнімділікке бөлу қажет. Яғни уақытты табу үшін бізде жұмысты біргелесіп істеген өнімділікке бөлу қажет деп тұр. Бірлесіп орындаған жұмыстың көлемін білу үшін бірлескен өнімділікті жұмыс істеуге кеткен уақытқа көбейту керек. Яғни жұмыс табу үшін бірлесіп істеген өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Келесі тапсырма әрбір есепті шығару жоспарын құр және оларды шығар. Сен қандай формулаларды қолдандың? А нұсқасында шебер мен шәкірті 3 сағат бойы бөлшектер дайындады. Шебер сағатына 20 бөлшек, ал оның шәкірті дәл сондай уақытта шебердің жасаған жұмысының жартысын орындады. Осы уақыт ішінде олар бірлесіп қанша бөлшек дайындады? Яғни уақыты 3 сағат. Бірінші бізде шебер сағатына 20 бөлшек сағатына деп тұр. Демек бұл бізде өнімділік болады. Шебердің өнімділігі, кейін шәкіртінің өнімділігі 10 бөлшек сағатына жұмыс істейді. Енді жұмысын есептейміз. Ол үшін бірлесіп жұмыс істеген
бірлесіп жұмыс істеген өнімділігін табамыз. Яғни шебер мен шәкіртінікін қосамыз өнімділіктерін. Сонда бізде 30 бөлшек сағатына жұмыс істейді. Сағатына 30 бөлшек шығарады шәкірті мен шебер екеуі бірлесіп жұмыс істегенде. Енді жұмысына есептейміз, яғни неше бөлшек шығаратынын, ол үшін бірлесіп жұмыс істегенде уақытқа көбейтеміз. Сонда бізде 90 бөлшекке тең болады. Демек, шебер мен шәкірті бірлесіп 90 бөлшек дайындады. Енді келесі А нұсқасында екі жұмысшы 56 бөлшек жасады. Олардың біреуі 3 сағат, екіншісі 4 сағат жұмыс істеді. Егер олардың өнімділіктері бірдей болса, әрқайсысы қанша бөлшек жасады? Бұл жерде бөлшектер саны 56 бөлшек. Бірінші жұмысшы 3 сағатта, екінші жұмысшы 4 сағат. Олардың өнімділіктері бірдей болып тұр. Енді олардың қанша бөлшек жасағандарын табатын боламыз. Ол үшін өнімділікті табу үшін бізде жұмысты уақытқа бөлетін едік. Ал уақытты табу үшін бізде бірінші жұмысшы мен екінші жұмысшының уақыттарын қосамыз, 7 сағатқа тең болады. Енді өнімділігін есептейміз. 56-ны 7-ге бөлеміз, яғни жұмысты уақытқа бөлгенде 8 бөлшек сағатына жасайды. Бұл жерде өнімділіктері бірдей болғандықтан бірінші және екінші жұмысшының өнімділіктері де 8 бөлшек сағатына болады. Келесі енді қанша бөлшек жасағанын табу үшін бізде өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Өнімділіктері 8, ал уақыты бірінші жұмысшы 4, бірінші жұмысшы 3, екінші жұмысшы 4 сағат жұмыс істейді. Сонда бізде 24 бөлшек шығарады бірінші жұмысшы, ал екінші жұмысшы 32 бөлшек шығарады. Бұл жерде енді бізде қолданылған формулаларымыз, өнімділіктің формуласын қолдандық және жұмыстың формуласын қолдандық, яғни өнімділікті уақытқа көбейту формулаларын қолданып шығардық. Енді келесі тапсырма: кесте бойынша өрнек құр және жаз, олардың мәнін тап. Бұл жерде қосылғыш, енді қосындының мәнін табу қажет. Ол үшін бірінші қосылғышқа екінші қосылғышты қосамыз. Ол үшін бізде қосылғыштың өзін есептеп аламыз. Бұл жерде бірінші бөлу амалы, екінші қосу амалы орындалады. 6000-ды 5-ке бөлсек 1200-ге тең, оған 80.000-ді қосақ 81200 санына тең болады. Келесі бірінші 450-ді 4-ке көбейтеміз, 1800-ге тең болады. 440-ды 4-ке бөлеміз, 110-ға тең болады. Енді бірінші амалды екінші амалға қосатын болсақ, 1910-ға тең болады мәні. Келесінде 4450 қосу 3550. Бұл жерде бірінші қосу амалы орындалады, яғни бірінші қосылғышты тауып аламыз мәнін, екінші қосылғышты табамыз. Енді бірінші амалды екінші амалға қосатын болсақ, 9650 санына тең болады мәні. Келесінде бірінші екінші қосылғышты тауып аламыз. 4500-ді 5-ке бөлеміз, 900-ге тең болады. Екінші бірінші қосылғышқа бірінші амалды қосамыз, сонда 6500 санына тең болады. Демек, қосындының мәні 6500 саны. Енді келесі тапсырма: есепті шығар. Автокөлік жүргізушісі вокзалға жетуіне 1900 метр қалған кезде пойызға отырғызудың аяқталуына 2 минут бар еді. Бірінші минутта ол 54 км сағат жылдамдықпен жүрді. Қалған арақашықтықты 1 минутта жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалады? Жауабын км сағатпен өрнектеліп тұр. Бұл жерде арақашықтығы жетуіне 1900 метр қалды, яғни оны S деп белгілейміз. Келесі 2 минут бар еді деп тұр. 2 минут бар еді. Енді оның жылдамдығы белгілі 54 км сағатына. Қалған арақашықтықты 1 минут жүріп өтті. Демек, уақыты 1 минут. Енді екіншісінің жылдамдығын табу қажет. Яғни қалған арақашықтықты бізде қанша километр жылдамдықпен, километр сағат жылдамдықпен жүрді, соны есептеу қажет. Ол үшін бізде бірінші 54 км сағатты метр минутқа айналдырып аламыз. Ол үшін бізде 1 километрда 1000 метр бар. Және 1 сағатта 60 минут бар. Сонда 54 километр көбейтіліп тұр километр, сондықтан 54-ті 1000-ға көбейтеміз метр минутқа айналдыру үшін.
Енді сағат бізде бөлініп тұр, сондықтан 1 сағатта 60 минут бар, 60-ға бөлеміз. Сонда 54-ті мыңға көбейтіп 60-қа бөлсек 900 метр минутқа тең болады. Енді арақашықтықты табамыз, яғни жылдамдықты уақытқа көбейтеміз, сонда 900 метрға тең болады. Келесі енді екіншісінің арақашықтығын есептейтін болсақ, барлық жолдан азайтамыз, жаңа жүріп өткен жолды азайтамыз, сонда 1000 метрға тең болады. Келесі жылдамдық. Екіншісінің жылдамдықпен қалған арақашықтық 1 минутта ол қандай жылдамдықпен қозғалды, яғни қандай жылдамдықпен қозғалғанын табу үшін бізде арақашықтықты уақытқа бөлеміз, сонда 1000 метр минутқа тең болады. Енді бізде километр сағатпен өрнекте деп тұр, сондықтан метр минутты айналдырамыз, яғни метрді километрға айналдыру үшін бізде керісінше жасаймыз. Яғни 1000-ға көбейтеміз, 1000-ға бөлеміз, және 60-ға 1000 көбейту километрға өрнектеу үшін бізде 1000-ға бөлеміз, 1000-ға бөліп 60-ға көбейтеміз. 1000 бөлу 1000 көбейту 60 болады. Сонда 60 км сағатқа тең болады. Ол 60 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Енді келесі тапсырма есептеуді орындамай-ақ берілген мысалдарды олардың мәндерінің өсу ретімен жазуға бола ма деп тұр. Бұл жерде өсу ретімен жазатын болсақ, 1451 саны, 7451 саны, келесі 7451 саны, келесінде де 7451, келесі 7451 саны. Енді қарайтын болсақ, барлығында бірдей қосылғыштар қосылып тұр. Қосылғыштарымыз бірдей, бірінші қосылғышымыз. Енді екінші қосылғыш арқылы біз өсу ретімен жазамыз. Яғни кез келген санды үлкен қосылғышқа қосатын болсақ, үлкен мән шығады. Егер кіші қосылғышқа қоссақ, кіші қосындының мәні кіші болады. Енді бұл жерде 526 саны, келесі 536 саны болып тұр. Енді 526 саны 536-дан кіші, сондықтан бізде 7451-ге 5526 санын қосқанда кіші мән шығады. Сондықтан кішісінен бастап жазамыз өсу ретімен жазған кезде. Демек 526, келесі 536-ны қосқандағы мән шығады. Келесі 566 және 586 сандарын қосқанда ең үлкен мән шығады. Енді осыған ұқсас тапсырма құрастырып, оны досыңа орындауға ұсын деп тұр. Бұл жерде кему ретімен орналастыр деп кез келген бірдей қосылғыштармен жазсақ болады. Яғни бұл жерде 1234 саны, яғни барлық қосылғыштарымыз 1234 саны болсын. Енді бұл жерде кему ретімен жазу қажет. Ол үшін бізде ең үлкен қосылғыштан бастап жазамыз, яғни 761 саны, 761, келесі 1234-ке қосамыз 607 саны, келесі 1234-ке қосамыз 280 санын қосқандағы мән шығады. Келесі 1234-ке 119-ды қосқанда ең кіші мән шығады, яғни үлкенінен кішісіне қарай кему ретімен жазамыз. Келесі тапсырма әр бағандағы бірінші өрнектің жауабын пайдаланып, оларды есепте. 56 көбейту 10, 560-ға тең болады, яғни 1-0 қосылады. Келесі 56 көбейту 9 саны. Бұл жерде 9 саны 10 санынан 1 санына кем болып тұр. Сондықтан бізде жақша ішінде 10 азайту 1 деп алсақ болады. Енді 56 санын 10-ға көбейтеміз, 560-ға тең болады, яғни бірінші бағандағы санымыз шығады. Келесі 56-ны 1-ге көбейтеміз, 56. Енді 560-тан 56-ны азайтсақ, 504-ге тең болады. Келесі 11 санына көбейтіліп тұр 56 саны, ол бізде 10 санынан 1-ге артық, сондықтан жақша ішінде 11 қосу 10 қосу 1 деп аламыз. Енді 56-ны 10-ға көбейтеміз, 560-ға тең болады, 56-ны 1-ге көбейтеміз, 56. Бұл жерде қосамыз,
616 санына тең болады. Келесі бағанда 360-ты 100-ге көбейтсек, 36.000 санына тең болады. Енді 99 санына көбейткендегі мән табу үшін 100 санынан 1 сан кем, сондықтан 100 азайту 1 деп жақша ішіндегі азайту амалдарын көбейтіп шығамыз. 360-ға 100-ді көбейтсек 36.000-ға тең болды. 360-ты 1-ге көбейтсек 360, енді азайтамыз. 35.640 санына тең болады. Келесі 101 санына көбейткенде бізде 100-ден 1 сан артық болып тұр. Сондықтан 360-ты 100-ге көбейтіп, 1-ге көбейтіп, екеуін қосатын болсақ, 36.360 санына тең болады. Келесі 41 көбейту 1000. 41.000 санына тең болды. Енді 999 санына көбейткенде 1000 санынан 1 сан кем, 1000-нан 1-ді азайтып, жақша ішіндегі азайту амалдарына 41-ді көбейтіп азайтамыз. Сонда 40.959 санына тең болады. Келесі 1001 саны, яғни 1000-нан 1 сан артық, 1000 қосу 1 деп көбейткіштерге жүктеп, көбейтіп қосатын болсақ, 41.041 санына тең болады. Енді келесі тапсырма ойлан және жауап бер. Талғат, Берік, Қайрат үшеуінің әрқайсысы өздерінің әпкелерімен баққа алма жинауға барды. Әпкелерінің есімдері Сания, Алуа және Толқын. Ұлдар өздерінің себеттерін тез алмаға толтырғаннан кейін әпкелеріне көмектесті, бірақ ешқайсысы өз әпкесіне көмектескен жоқ. Егер Берік Санияның себетіне бірнеше алма салғаны, ал Қайрат Сания мен Толқынның себетіне бірнеше алма салғаны белгілі болса, онда ұлдардың әрқайсының әпкесінің есімін ата деп тұр. Яғни бізде Талғат, Берік, Қайрат, үшеуін жазып аламыз бірінші ұл балдардың атын. Енді әпкелерінің аты Сания, Алуа, Толқын. Оларды жазамыз. Енді бірақ ешқайсы өз әпкесіне көмектескен жоқ деп тұр. Яғни Берік Санияның себетіне бірнеше алма салғаны. Демек Берік пен Сания. Берік, Сания. Егер Берік Санияның себетіне бірнеше алма, ал Қайрат Сания мен Толқынның себетіне бірнеше алма салғаны. Демек Қайрат өз әпкесіне көбей, ал Қайрат Сания мен Толқынның себетіне. Демек Қайрат Сания мен Толқынның себетіне алма салған деп тұр. Демек бұл жерде Берік Санияның, енді Қайрат Сания мен Толқынның деп тұр. Демек Сания мен Толқынның себетіне салған болатын болса, демек оның әпкесі Алуа болып тұр. Бізде Сания мен Толқынның себетіне салса, Алуа ғана бос тұр. Сондықтан Қайрат Алуа Қайраттың әпкесі болып тұр. Енді келесі Берік Санияның себетіне алма салған болса, демек оған біз ол әпкесі емес деп аламыз. Енді Алуа да оның әпкесі емес, өйткені ол Қайраттың әпкесі болды. Сондықтан бізде Толқын ғана қалып тұр. Сондықтан біз Беріктің әпкесі Толқын деп аламыз. Келесі Талғаттың әпкесін табу үшін бізде Алуа Қайраттың әпкесі болды, ал Беріктің әпкесі Толқын болса, демек Сания ғана бос тұр. Сондықтан Сания Талғаттың әпкесі деп айта аламыз. Енді келесі тапсырма есепті шығар. Зауыт күніне бірдей мөлшерде теледидар шығара отырып, 20 күн ішінде 50.800 теледидар жасап шығарды. Егер күніне 10 теледидар артық шығаратын болса, онда зауыт қараша айында қанша теледидар шығарды деп тұр. Олардың жұмысы белгілі 50.800 теледидар, бұл 20 күнде. Енді өнімділігі бізде 10 күн артық шығарса деп тұр. Ал 30 күнде қанша шығарады, соны табу қажет. Ол үшін бізде өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Сонда 2540-қа тең болады. Бұл бізде 20 күн ішіндегісі. Енді 10 күн артық шығарса деп тұр. Демек 2540-та 10-ға қосамыз. Бұл жерде 1-2 демей-ақ жазсақ болады екен. Енді 2540-та 10-ға қосамыз. 10 күн артық шығарса, демек 2550-ге тең болады.
Енді олардың жұмысын есептейміз, яғни 2550-ді 30-ға көбейтеміз, сонда 76500 теледидарға тең болады. Зауыт қараша айында 76500 теледидар шығарды. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға, комментарияға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.